Манты жасағанда қамыры жыртылып кетеді ма? Піскенде ашылып кетіп, іші құрғап қалатын болса, бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бүгін мен сіздерге жыртылмайтын, езілмейтін, 100% нәтиже беретін манты қамырының құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл әдісті білсеңіз, мантыңыз әрқашан әдемі формасын сақтап, іші шырынды болып шығатын болады. Бақшы құрметті қыздар, бұл видеода мен сіздерге ровно бір мантоваркаға сиятын мантының мөлшерінде көрсететін боламын. Барлығы описанияда толық көрсетіліп тұр. Ең алдымен ұнды, 1 кг ұнды алып, оған 2 жұмыртқа, 400 грамм су және 1 шай қасық тұзды салып, барлығын араластыра отырып, суды жай құйып, қатты жұмсақ емес, орташа түрдегі қамыр илейтін боламыз. Егер қыздар суды бірден құйып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болады. Сосын демалдырып болғаннан кейін қайтарып илеп, қамырымызды осындай болғаннан кейін тағы демалдырып, біраздан кейін тағы қайтарып, жалпы 2-3 рет қайтарсаңыздар, қамырларыңыз созылмалы, өте керемет болып шығатын болады. Мінекей осы қамырды теңде қылып 4 бөлікке бөлетін боламыз. Сол кезде біздің мантоваркамызға ровно сиятын болады. Мінекей тағы да зуалап қайтарып қойып, бір 10-15 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Сол аралықта біз ішкі салмасын дайындаймыз. Мінекей осындай ыдысымызға салып, бетін пакетпен жауып, 15-20 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Салма үшін бізге фарш және де мантымыз сочный болу үшін пиязды аямай қосқандарыңыз дұрыс. Картоп және ішмай, сонымен қатар жарты кеседей су, сұйық май қоссаңыздар, қамырларыңыз сочный болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, сонымен қатар зіре. Зірені қосу, қоспау өз еріктеріңізге байланысты, бірақ қоссаңыздар дәмі өте керемет болады қыздар. Айтпақшы қыздар, каналым пайдалы, міндетті түрде тіркеліп алып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің арнамда тексерілген өте керемет рецепттер шығып тұратын болады. Сіздерден қазақша контентті қолдап кетулеріңізді сұрайтын боламын. Мінекей фаршты да ровно 4 бөлікке бөлетін боламыз. Сол кезде бізде артық фаршта, қамырда қалмайтын болады. Мінекей табамызды жақсылап майлап алып, енді қамырды жақсылап жаюға кірісетін боламыз. Басында осылай жұдырықтың жәрдемімен, сосын оқтаудың жәрдемімен ары-бері дөңгелете отырып жаятын боламыз. Ұнды басында көбірек салыңыздар, содан кейін аз-аз салудан ұмытпаңыздар. Себебі қамыр жабыспай қалуы да мүмкін. Мінекей шет-шетіне салмақты басып, ортасына барынша салмақ баспай, айналдыра отырып жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқа болып та кетпеу керек, себебі жыртылатын болады. Қатты қалың да болмай, орташа көлемде қылып жайсаңыздар өте керемет. Айтпақшы қыздар, бұл жерде жұмыртқа болғандықтан қамыр кішкене ісінеді. Қатты қалың қылып жаюдың қажеті жоқ. Мінекей тура видеода көрсетілгендей қылып, ойша осылай бөліктерге бөліп алыңыздар. Содан кейін ғана барып кессеңіздер, қамырларыңыз біркелкі болып шығатын болады. Айтпақшы қыздар, мінекей видеода бір өзіңіз манты жасайтын болсаңыздар, қайта алып салмай, барлығын тура осылай қылып істейтін болсаңыздар, сіздердің уақыттарыңыз да эконом болады, сонымен қатар бөлеген фарштарыңыз да біркелкі болып жететін болады. Және осындай ұштарын да зая қылмай, ысырап қылмай, бір-біріне біріктіре отырып, 3 бұрыш қамырлардан 4 бұрышта қамыр жасап, оны да бір манты қылып жасап жіберулеріңізге болады. Енді салмасын әркім әртүрлі жасайды, бірақ пиязын аямай қосып, картоп, сұйық май және су қоссаңыздар, мантыларыңыз сочный, шырынды болып, өте керемет болып шығады. Мінекей барлық қамырларына ішкі салмаларын осылай салып, классикалық түрде 2 ұштарын біріктіре отырып, тура видеода көрсетілгендей қылып түйетін боламыз қыздар. Бұл түйуді барлығы біледі деп ойлаймын. Мінекей менде осылай болып шықты. Видеода көрсетілгендей қылып қамырында біркелкі қылып жайып, қалған фаршты, 4-тен 1 фаршты барлығына бірдей қылып үлестіріп шығатын болсаңыздар, сіздерде артық фаршты, артық қамырда қалмайтын болады қыздар. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Сонымен қатар дайын болған қамырымызды, мантыларымызды осылай листқа жайғастырамыз. Менде бір зуала қамыр ровно 1 лист болып манты болып шығатын болады. Яғни артық қамыр, артық фарш қалмайтын болады. Описаниядағы рецепт бойынша жасаңыздар. Енді дәл осы аралықта біздің суымыз қайнап тұрғаны дұрыс. Суға 1 ас қасық тұз салып, барлық мантыларымызды жайғастырып, 40-45 минутқа ұмытып кететін боламыз мантымызды. Сол аралықта мінекей осылай керемет болып мантыларымыз пісіп шықты.
Мінекей біздің манты дайын. Қараңыздаршы, ешқайсысы жыртылған жоқ. Формасын сақтап тұр. Іші өте шырынды, қамыры жұмсақ. Осы рецепт сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийге жазыңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар.